Сәлеметсіздер ме, 7-ші сынып оқушылары? Біз бүгінгі видеода география пәнінен 3-ші тоқсанға арналған тжб жұмысын орындайтын боламыз. Бірінші тапсырма: сурет бойынша биосфераның шекарасын анықтап, ағзалардың биосферадағы таралу шекарасын бос жолдарға жазыңыз. Ол ағзалардың басқа тірі ағзалардан бір ерекшеліктерін көрсетіңіз. Атмосфера ауа қабаты 18 км биіктікке дейін тіршіліктің таралуы. Жер бетіндегі организмдер кездеседі. Литосфера жер қабатында 3-7 км-ге дейін тіршіліктің таралуы. Онда жер асты сулары, топырақ және үңгір тұрғындары кездеседі. Екінші тапсырма: сөйлемді толықтырыңыз. Табиғат кешендері географиялық қабақтың құрамдас бөліктері: жер бедері, тау жыныстары, климат, ауа, су, топырақ, өсімдік жануарлар дүниесі. Жалпы табиғат кешендері жаһандық, ірі, жасанды, зоналық, шағын деп бөлінеді. Жаһандық табиғат кешеніне географиялық қабық жатады. 2 ірі, 5 шағын. Үшінші тапсырма: кестеде берілген тілдік семьяға Қазақстан халықтарына кіретін ұлт атауларымен толықтырыңыз. Орыстар, белорустар, украиндер. Төртінші тапсырма: топырақтың қалыптасуына әсер ететін факторларды анықтаңыз. Биологиялық, физикалық, климаттық және антропогендік. Бесінші тапсырма: топырақтың қалыптасуына және таралуына әртүрлі факторлар әсерін тигізеді. А тапсырмасы: картадан Қазақстанның сұрақ белгісі қойылған аймағының топырақ түрін анықтаңыз. Қара топырақ аймағы. Осы топырақтың басты ерекшелігі қандай? Қоректік заттар мол, құнарлы және гумусы жоғары. Алтыншы тапсырма: жергілікті жердің табиғат кешендерін жоспар бойынша сипаттаңыз. Табиғат кешенінің аты: шөл зонасы. Климаты: жазда жаңбыр өте сирек жауады. Жауын-шашынның көбі көктемде түседі. Қысы суық, аязы -40 градусқа дейін жетеді. Жазы өте ыстық, құрғақ. Шілденің орташа айлық температурасы +25 және +28 градус. Қазақстан шөлдері жазының құрғақ, ыстық, ал қысының суық әрі қары жұқа болуымен ерекшеленеді. Топырағы: қарақоңыр топырақ, тақыр топырақ. Өсімдіктері: қамыс, қоға, жаңтақ, бұта және тағы басқалары. Жануарлары: торғайлар, бұзау бастары, ақбөкендер, қарақұйрықтар, қосаяқтар, саршұнақтар және тағы басқалары. Жетінші тапсырма: төмендегі фотосуреттерде топырақтың экологиялық жағдайы берілген. Суреттегі топырақтың құнарсыздану жолын жазыңыз. Бірінші сурет: су эрозиясы. Екінші сурет: су басу. Үшінші сурет: жел эрозиясы. Б тапсырмасы: топырақтың экологиялық жағдайын қалпына келтірудің 2 жолын ұсыныңыз. Бірінші жолы: топырақты зиянды заттармен ластамау, шаруашылықта топыраққа химиялық заттарды көп қолданбау. Екінші жолы: топырағы құнарсызданған жерлерді әртүрлі биологиялық, химиялық әдістермен қалпына келтіру. С. Өз пікіріңізді қорытындылаңыз. Топырақтың экологиялық жағдайын қалпына келтіріп, топырақ құнарлығын арттыру бізге мол өнім алып келеді. Адамдар өзіне керек қажетті қоректік заттардың көбісін топырақтан алады. Топырақтың бізге берер пайдасы өте көп. Соңғы 8-ші тапсырма: жергілікті жердегі халықтың ұлттық құрамына жоспар негізінде талдау жасаңыз. А. Жергілікті жерде тұратын ұлт өкілдері: қазақтар, орыстар, корейлер, татарлар, өзбектер, украиндер, немістер, армяндар және тағы басқалары. Б тапсырмасы: жергілікті жерге қоныстану себептері: кеңес үкіметі саясаты салдарынан жұмыс бабымен келу және бір кездері еріксіз қудалану. С тапсырмасы: ұлттардың діни нанымы: ислам діні, христиан діні. Д тапсырмасы: ұлтаралық дінаралық келісімнің іске асырылуы. Бүгінгі таңда Қазақстан ұлтаралық және дінаралық келісімді негізге алған 140 астам ұлт өкілдері мен 40-тан астам дінді уағыздайтын бірлестіктердің отаны. Қазақстандағы ұлтаралық және дінаралық келісім үлгісі біз сақтап қалуға және дамытуға тиіс ұлы құндылық. Қорытынды: қазіргі кезде Қазақстанда әртүрлі ұлт өкілдері тату-тәтті бірлікте
бір елде өмір сүруде. Біз түрлі ұлт өкілдерін жатсынбаған мейірімді қазақ халқымыз. Осымен тжб жұмысы аяқталды. Каналға тіркеліп, видеоға лайк басып, видеоны достарыңызбен бөлісе кетіңіздер.